Ақылды етікші. Бұрынғы өткен заманда халқының жағдайын ойлаған бір әділ патша болыпты. Халқына арнап шығарған әрбір жарлығы еш тоқтаусыз орындалып тұрады екен. Бір күні патша, менің халық пайдасын ойлап, еткен әмірім бұлжырмай орындалып тұрады. Енді мен Бұхара халқыма зиянды бір әмір тарататын, халқым тыңдап, орындар ма екен, не істер екен деп ойлаған ол уәзірлеріне. Ешкім басына пайда қылмасын және кеш түсісімен шам жақпасын деп әмір қылады. Халыққа жарлықты жеткізген уәзірлер: халқыңыз әміріңізді айтқаныңыздай бұлжытпай орындайтын болды, дейді патшаға келіп. Патша уәзірлеріне еш жауап айтпай, түн болған уақытта үстіне ескі құсқы киімін киіп, халқым залал әмірімді тұтқан рас па екен деп аралап жүрсе, шеттегі бір үйде шам жанып тұр екен. Патша қайыр сұраған кісі болып, сол үйге кіреді. Үйдің ішінде етік тігіп бір етікші отыр екен. Етікші қайыршыға бір үзім нан береді. Сонда қайыршы патшаға: ешкім басына пайда қылмасын және шам жақпасын деген патшаның бұйрығы бар емес пе еді? Оның әмірін орындамайтын не қылған адамсың? Деп сұрайды. Сенің онда жұмысың бар ма? Бұл әмірді беріп отырған патша да ақымақ. Себебі мен жарлымын және күнінде 4 тілде пайда көремін, 4 тілде зиян шегемін. Міне, мен сонымен күн көріп отырмын, дейді етікші. Патша бұған жауап қайырмай, топ-тура үйіне келіп, өзінің 4 уәзірін шақырып, сендердің ақылдарың көп деп басқалардан артық көріп, көптен өзіме уәзір қылып едім. Енді менің сендерден сұрайтын сауалым бар. Күніне 4 тілде зиян және 4 тілде пайда қыламын. Сондағы пайдам мен зияным не? Соны табыңдар. Таба алмасаңдар өлтіремін. Жауабын 3 күннен соң, 4-ші күні сұраймын. Болмаса алдыма жауабын табатын кісіні әкеліңдер. Сонда ғана жазадан құтыласыңдар, депті. Уәзірлер 3 күн бойы ойланып, шешімін таппайды. Тіпті патша сауалының жауабын білетін кісіні де кездестірмейді. Енді олар патшаға көрінбей қашпақшы болады. Осы кезде уәзірлерге баяғы етікші келіп жолығады. Мен патшаның сұраған сауалын тапсам, сіздер не берер едіңіздер? Дейді. Қуанып кеткен уәзірлер: әр қайсымыздың құнымыз 1000 ділда. 4-еумізден 4000 ділда алыңыз да айтыңыз, деп жалынады. Етікші уәзірлерден 4000 ділданы санап алып, олармен бірге патшаға барады. Патшаға келіп: тақсыр, мен етік тігіп, әр күні 4 тілде пайда қыламын. 4 тілде зиян шегемін. Ол бұлай: 1 ділданы қарызға, тағы 1 ділданы ескі қарызыма беремін. Одан кейінгі 1 ділданы құдыққа тастаймын. Соңғы 1 ділдамды әйелім мен екеуміздің қаражатымызға жұмсаймыз, депті. Сонда патша: әйелің екеуің жұмсаған 1 ділда түсінікті. Қалған 3 ділданың жұмсалғанын орнын анықтап түсіндір, дейді. Бұл сөзге етікші былай деп жауап қайтарыпты: 1 ділдамды қарызға беремін дегенім, балама беремін. Қартайғанда өзімді асырар деп. 1 ділданы ескі қарызыма берем дегенім, өзімді жасында асыраған кәрі әкем мен шешеме көмектескенім. Енді 1 ділданы құдыққа тастаймын дегенім, күйеуі өліп қайтып келіп отырған қызым бар, соған беремін. Сонда патша етікшінің орынды жауабына және ақылына риза болып, өзіне уәзір қылған екен. Уақыт өте келе, етікші бай болып, барша мұратына жетіпті.